Ассаламу алейкум, туғандар қандайсыздар? Талас облысы Манас районы Покровканың тұрғындары. Покровкада там сатыққа шығып отыр туғандар. Общий аянты 30 соты екен. Анан мен азыр эми тескери жагынан баштап атам бул жолу, анткени огород жактан. Негизи көчө жактан баштачым эле. Анан этегине көчөдөн чыгып, көчөдөн көрсөтүп берем адрести. Негизи Кемелидин Жаманкулов жайлаганга кетип атканда бир 2-3 там жетпейт. Көчө бүткөнгө чейин ошол жерде да. Анан огород ушундай экен, узундан нар жагында дагы жайыт жерлер бар. Бул жакта бир кой бага турган немелер бар экен. Канча кой барат дедиз? 100дөй кой барат экен тугандар. Ушундай узундан. Нар жакта болсо канал бар экен, суу жакшы экен да бул жакта. Ушундан ушундай торолгон эки жака тең. Бул жакта тамы да жакшы там, кирпич менен салынган там экен тугандар. Сарайларын да көрсөтүп беребиз. Мынайынан бассак, бул жерде сон бактары бар экен да. Булар чоңойсо сон болуп, да бактарды тигип койсоңуздар болот экен. Суда ичебиз, бүт жагы ушакта. Үйгө киргенби, кире элекпи? Кухняда суу бар. Кухняда суу бар, Огород ушу менен ичет. Огород ушу менен сугарасыздар. Ичинде 3 мотор бар. Сарайдын артында ушундай место бар экен экенен дагы. Үйдүн артында, сарайдын артында. Бияга сарай. Жакшы. Бул жакка өтсөк, мал кире турган жагында өзүнчө жер бар экен. Бул каптал менен, Мындан өзүнчө эшик бар экен, мал кире турган көчөдөн. Бул жакта камап койсо болот экен да. Негизи сонун экен, мал камап койсоңуздар көлөңкөдө болот экен, жайкысын. Жакшы экен да. Торпокторго да жакшы экен. Буйруза. Бул жер көмүр гана, отун гана экен, атайын. Жинап кое турган. Бул узундан нелер булар? Як береш татасың? Тоокана жемне. Тоокана жаза койсо болот экен. Бул жак сарай, бияк бети. Бияқта зимний сарай, экisi зимний сарай бар. Ат бар, просто берде ат карматып, чөп жинап койду. Ат кармай турган жер экен, Бул жер кой гана экен. İçinde de at karmalıçı evin hazır ne olacak жатыр. Kaçık başka produkt konusunda yani fakat atlar satacak. Sarayında nevesi жақсы екен. Анан жағына өтсек. Туған ғой. Бисмилlah. Туған қойлар шул жақта екен, Шул жақтан қармайын да, шулар. Заливка екен да, işte. Жақшы. Тартыңдар, Мен тартып қойдық. Бұл жақта бордоқ қармайын. Бордоқ бұл жақта әрбірін өзінше бөліп қойған екенсіздер де. Негізі. Анан отынды бұл жаққа жинап қойдыңыздар. Жақшы. Сарай, мен таныштық сарайын көрдік. Бұл жаң қосылған екен, бұл жаң жабылған екен. Бұл ешік не, қампау. Погреб бар да бұл жақта. Банка толтырып салған пока. Жақшы екен бұл жақ кладовка. Жақта банкаға отырған полкалар бар екен, банкаға отырған. Кейінгі жаққа өтсек. Баня очы. Азыр. Баня ұзын печкасы тешіліп, азыр қылған немесінде все пеші бар. Азыр мен кладовка қылып салған. Жаза қойса болады, Жасаса болады, азыр склад болып тұру болды жақсы. А то жақшы баня. А так баня жақшы екен. Печкасы теші бөле ошо клумбай тұрды. Банясын көрдік. Там жақшы екен, тамда сырты ушул сон екен да, сон жазылған немеде. Сайдын ек немелер су ағызғыштары бар, бір тегіз екен. Айнек, пластик, үйге кіребіз бұйырыза. Бұл жақ. Бұл жақ кухня. Қышы жазы чай ішеміз. Жылу, просто бүгін от жаққан жоқ. Жақшы екен, қышы жайы жазы. Қышы жазы отырамыз. Су бар бұл жақта. Су бар, машинка бар. Сон екен. Жақшы. Анча-анча тынч отырамын дегендерге жақшы екен да, бұл жерде. Bir комната екен да, жылуу. Кейінгі жағы. Мен ешті көрбей, көрінет. Гараж болған екен, Азыр склад болып қалды. Кенен жақшы екен. Эми үй жак өтөйүк, Бисмилlah.
Тиішпейді ма, бәсе? Жақ навес, очаққаналар ошоға лайықты екен өзі бұл жер. Навес бар тазы. Магазин қылалай. Негіз гараж еле екен. Гаражға салынғанда. Магазин қылау өстер білет алған кішілері. Бұл жер очаққана навес, неме тапчан. Жақшы екен. Бұл жерде гүлтеге тұрған өзінше местазы бар екен. Еми, бісміллә, тамға керек, айнектері көп екен ай-ой. Кіргенде бұл жақ от жаға тұрған жері, кіргенде елі. Түрек басқау? Түрек басқау. Мұнда елі? Жақшы, бісміллә. Жақ кіре тұрған жағда кенен. Түзелі, детский. Түзелі кіргенде детский екен, да? Жақшы. Дуалың не, мұнша қалың ғой. Жетім ішпейм, не де? Ай-ой қалың кен. Бұл жақ қол екен, кенен жақшы. Қол екен. Үйде қала тұрғандар бар, жоқ бұл? Жоқ, вешшілер. Сүйлеш оластар. Бұл жақта өзінше спальня екен, туғандар. Айнектері. Негізі дуалдың қалыңдығын көріп отауыз, мұнаки. Не деген қалың? 60 танда плюсты, 60 плюсты қойу. Нар жағыда бар айнектің сырты. Дуалдың қалыңдығы төмене қалың кені. Бұл жақмен таныштық, емі кейінгі комната. Жақшы залға кіріп баратауыз, 2 атшыма еші екен. Залың сай өй шоң кен. Зал 8 метр. 8-ке бір 5 метр бар болса керек. Почти 5-ке жақын екен, 8-ке 5-ке жақын. Жақшы. Кейінгі комнаталар. Спальня. Спальня қызады олы, та? Ошында 3 спальня олып қаткен. Қаласы 2 спальня, қаласы 3 спальня. Жақшы. Бұл жақтарда парой жоғы? Бұл 2 комнатада парой жоқ. Атайын точка қылдырғаныздар ма? Баяғы электрический лав жүрче. Постоянно отырбайбыз да жаңа қолды. Мейман келгенде электрический салып. Бұл жері жақшы кен арқа сияқты. Кейін неме оғыл көчеге шығауыз азыр жолды көрсетіп бер қойық. Анткеніміз огородтан башты болдық. Үйменен таныштық. Үй негіз зың қиған, шек-шеген екен. Бұл қачан салынған там екен? Қачан салынған? 15 жыл болып қалды. Жақшы еле екен. Жақшы екен. Чоңтам қанша қағанша өзі размер? 11-ге 13, Анан дуалдың не мұнша қалың қылған, ошоға мен таң қалатын. Жаңа там болса да. Мына көріп отауыз. Чек-чеген там екен туғандар. Көчеге шықсақ, ол әме Кемелиден Жаманқұлов көчесі. Түзелі. Баласардан түзелі түші отқан көче. Бұл жаққа туғандар жайлағанға чіп кетеміз. Жайлағанға шыққанға бері 2 там жетпейді екен, ошол там сатылады. Сол жақ бетте туғандар. Жақшы. Бұл жаққа садикке барабыз, мектепке, бүт жаққа жақында центрға туғандар. Ошол. Азыр эми баазын сурайга. Сазға да жақын, бұл жақ сонында сон жерге жайгашкан негизи. Ода, бүт жаққа жақын садикке де бар. Қанша дейсіздер эми? 65 мың. 65 мың кемі бар, 65 мың доллар кемі бар. Телефон номері экранда, ошоға байланыш қыла. Басын келіссеңіздер болады анан. Сон там кен. Қыдырып көрсет бердік. Жақшы там кен. Талас обласы Манас районы Покровкада. Бұл жаққа жайлағанға чып кетесіздер.